Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Ең алдымен өзімді таныстырып өтейін. Мен Астана политехникалық жоғарғы колледжінің арнайы пән оқытушысы Тәңірбергенова Сесенкөл Көлекбаевна. Пәніміздің аты байланыс желісінің қондырғылары. Дәрістің тақырыбы оптикалық кабельдердегі ықпалдар. Тақырыбымызға көшпес бұрын, ең алдымен осы пәнді меңгеру барысында қажет болатын әдебиеттер тізімімен таныстырып өтейін. Бірінші, волокно-оптические сети Убайдуллаев. Екінші, волокная оптика локальных и корпоративных сетях связи Семенов. Үшінші, прикладные задачи теории вероятности Венцель. Төртінші, строительство и техническая эксплуатация ВОЛС Попова. Бесінші, волокная оптика компоненты система передачи измерений Иванов. Алтыншы, орысша қазақша сөздік Махмудов. Дәріс жоспары бойынша бірінші, оптикалық кабельдердің ықпалдарының түсінігі. Екінші, оптикалық желілерді өзара бөгеулерден қорғау. Үшінші, оптикалық кабельдердегі өзара ықпалдың себебі. Талшықты оптикалық кабель бұл деректерді жарық көмегімен жылдам әрі сапалы тарататын кабель. Талшықты оптикалық талшықты тарату жүйелерінде өшумен қатар сәуле жолмен өтетін жолақ жиілігі параметрі маңызды болып табылады. Бұл оптикалық кабель арқылы қанша ақпарат көлемін таратуға мүмкіндік барып анықтайды. Сандық жүйелерде жиілігі параметрі шектеу мынаған негізделген: қабылдауға импульс шайылып келеді, ол сәуле жолдың жеке жиілікті құраушылардың әртүрлі жылдамдықпен таралуындағы бұрмалауларға байланысты. Оптикалық кабельдердегі өзара өтпелі кедергілер талшықты жарық өткізгіштерінде әрекет ететін толқындардың сипаттамасымен байланысты. Талшықтың жарық өткізгіште толқындардың үш түрі бар: бағыттаушы, ағып өтетін, шығарылатын. Бірінші, бағыттаушы толқындар, яғни негізгі толқындар, жарық диоды арқылы таралатын толқынның негізгі түрі. Мұнда барлық энергия жарық өткізгіштің ішкі ядросында, яғни өзегінде шоғырланған және ақпарат беруді қамтамасыз етеді. Бағытталған толқындар жарық өткізгіштің ұшына толық шағылысу бұрышынан үлкен бұрышпен, яғни апертуралық бұрыш шегінде сәулелерді енгізу кезінде қозғалады. Шығарылған толқындар, яғни кеңістік толқындар. Бұл толқын толық шағылысу бұрышынан кіші, яғни диафрагмадан тыс бұрышта енгізілген кезде пайда болады. Мұнда сызықтың басында барлық энергия қоршаған кеңістікке шығарылады және жарық диоды бойымен таралмайды. Бұл қосымша энергия шығындарына байланысты. Үшінші, аралық позицияны ағып жатқан толқындар, яғни қабық толқындары алады. Мұнда энергия ішінара жарық диоды бойымен таралады, ал оның бір бөлігі қабыққа өтіп, қоршаған кеңістікке таралады. Туындайтын толқындар пайда есебінен бірінші кезекте қисық сәулелер. Бірінші суреттегі көрсетілген белгіде бірінші ада жарық өткізгіштегі толқындардың типтері, екінші Б эпюраларды көрсетеді. Эпюралардың түрі бағытталатын, шығатын, сәулеленетін. Жарық өткізгіштерде бүкіл сызық бойымен энергияның желі бойынша берілуін қамтамасыз ететін бағытталған, яғни меншікті толқын таралады. Шығатын және шығарылатын толқындар тек сызықтың бастапқы бөлігінде әрекет етеді. Толық шағылысу бұрышын сақтаған кезде бағытталған энергияның бір бөлігі қабыққа еніп, жер бетіндегі қабаттағы ортаның бөліну шекарасы бойымен таралатынын есте сақтаған жөн. Оптикалық кабельдер жарық өткізгіштері арасындағы өзара әсер негізінен оптикалық талшық механикалық беріктігін күшейтуге, оларды сыртқы әсерлерден қорғауға,
оптикалық талшықта беру параметрінің температуралық сипаттамаларын жақсартуға арналған полиамидті шайырлардан жасалған қорғаныс жабындыларының экрандау әсерімен әлсірейді. Бұл қорғаныс қабаттары оптикалық жолдардың өзара кедергіден қорғалуын арттырады. Су жолдарын өзара кедергілерден қорғау үшін толқынның жабын жүйесі арқылы өтуін анықтаймыз. Өзара әсер ету тұрғысынан оптикалық кабельдің құрылымын қарастырайық. Олардың арасындағы қашықтық қорғаныс жабынының қос қалыңдығымен анықталатын етіп бұралған кезде, ал сигналдарды беру қарсы бағыттарда жүзеге асырылады. Егер оптикалық талшықта қорғаныс жабыны бір-біріне тиіп кетсе, онда электромагниттік толқын қорғаныс жабыны арқылы өткен кезде шағылысудың екі шекарасынан өтеді. Мұнда N ортаның сыну көрсеткішін көрсетеді. N2 қабық, N3 жабының айтылады, жабыны болып көрсетіледі. Қорғаныс жабынында энергияны сіңіру салдарынан электромагниттік толқындар сөніп қалады және бірнеше рет шағылысқан толқындардың өзара әрекеттесуіне байланысты қосымша шығындар пайда болады. Екінші суретте көрсетілгендей, оптикалық кабельдегі оптикалық талшықтардың орналасу схемасы. Бұнда айтылғандай сыну көрсеткішін көрсетеді. N1 ол талшықтың өзегінің диаметрі айтылады. N2 сыртқы жабыны, N3 сыртқы қабығын көрсетіліп, схемада көрсетілген. Байланыстың оптикалық кабельдерінің оптикалық талшық, яғни жарық өткізгіштер арасындағы өзара әсері мынандай себептерден туындайды. Бірінші, талшықтағы гетерогенділіктен жарық сигналдарының шағылысуы және шағылысқан толқындардың қоршаған кеңістікке шығуы. Екінші, макро және микро иілімдеріндегі оптикалық талшық. Үшінші, оптикалық талшықтардың түйісу орындарында сигнал энергиясын сәулелендіру арқылы. Төртінші, оптикалық талшықтардағы рейле шашырауы. Сигналдың барлық энергиясы оптикалық талшық ядросында таралады. Оның аз ғана бөлігі талшықтың қабығынан өтеді. Үшінші суретте көрсетілгендей, бұл суретте оптикалық кабельдің көлденең қимасындағы жарық сигналдарының энергиясын бөлу қисықтары. Бірінші, ол өзегі, екінші қабығы. Өтпелі ыдырау және кедергіден қорғау тәсілі. Яғни бірінші, оптикалық талшық санының көптігімен, олардың тығыз орналасуымен және қабықшалар мен қорғаныс қабаттарының аз қалыңдығымен сипатталатын оптикалық талшықтар арасындағы және жарық диодтарын қолданатын тарату жүйелеріндегі ең үлкен әсер, өйткені олардың сәулелену жолағы жартылай өткізгіш лазерге қарағанда 15-тен 20 есе кең. Екінші, айтарлықтай байланыс жасау үшін мод жиілігі критикалық деңгейге жақын болуы керек. Олардың толық қуатының едәуір бөлігі жер үсті толқыны немесе ағып жатқан түрінде оптикалық талшықтың жабындысында таралады. Сондықтан бұл режимдердің тозу коэффициенті басқаларына қарағанда едәуір жоғары және тұрақты режимде олар жойылады. Нәтижесінде жарық өткізгіш арасындағы тұрақты байланыс іс жүзінде жоқ. Өйткені ол жүзеге асырылуы мүмкін мод топтарының селективті сіңуіне байланысты. Үшінші, оптикалық кабель жарық өткізгіштері арасындағы тұрақты емес байланыстар негізінен молекулалық тепе-теңдікте, яғни рейлдің шашырауы, ядро мен қабық арасындағы шекараның бұзылыстарына және микроиілімдерге байланысты пайда болады. Бұл өрістер өзара кедергілердің негізгі себебі болып табылады. Төртінші, рейлидің шашырауы барлық таралған модульдерге шамамен бірдей дәрежеде әсер етеді. Микроиілімдер мен микронеттер негізінен жоғары шекаралық жиіліктер мен модалардың сәулеленуіне әкеледі және сонымен бірге барлық бағыттаушы модульдер арасында байланыс жасайды. Әрбір шашырау механизмнің қарқындылығы
ыдырау коэффициентінің құрамдас бөлігіне сәйкес келетін мәнмен анықталады. Ал оның сипаты қуаттағы шашыраңқы сәулеленудің бағыт диаграммасымен анықталады. Төртінші суретте, бұл суретте жарық өткізгіштер арасындағы әсердің пайда болу сұлбасы көрсетілген. Бесінші суретте, бұл жерде А, яғни релейдің шашырауын көрсетілген, ал Б микроскопиялық бір тесікке арналған бағыттылық диаграммасы көрсетілген. Релейдің бағдарлау диаграммаларына сәйкес шашырауы ең қауіпті. Өйткені оның көмегімен шашыраңқы қуат оптикалық талшықтардың жабылуынан минималды жолмен өтеді. Өзара кедергілердің елеулі үлесі макро және микро иілулерде шашыраумен де айқындалады. Бесінші суретте мысал үшін көрсетілген релейдің шашырауы және микроскопиялық гетерогенділіктің шашырауы үшін жалпы бағыттылық диаграммасы көрсетілген. Екінші квадранттағы А қисығы бірінші квадрантта көрсетілген симметриялы, өйткені рейілдің алға және кері бағытта шашырауы бірдей. Жақын ұшындағы әсер кері шашырау арқылы жасалады. Оның қарқындылығы әсер ететін жарық өткізгіштің кері толқынның әсер ететін жарық өткізгіштің өзегімен байланыс коэффициентімен сипатталады. Кедергінің алыс ұшында олар әсер ететін жарық өткізгіштің тікелей толқынымен және әсер ететін жарық өткізгіштің өзегімен байланыс коэффициентімен сипатталатын шашырау арқылы жасалады. Эксперименттік зерттеулер көрсеткендей, құрылыс ұзындығы арасындағы нашар орындалған буындар шамдар арасындағы қажетсіз байланыстардың пайда болуына себеп болуы мүмкін. Көбінесе буындардағы кедергі деңгейі желінің тұрақты бөліктеріндегі кедергі деңгейінен едәуір асады. Осылайша оптикалық кабель байланысындағы өзара әсер кездейсоқ шамалар болып табылады және қажет болған жағдайда олардың мәндерін өтпелі өлшеу арқылы анықтау керек. Алтыншы суретте көрсетілген бұл бір жылдағы топырақтың меншікті кедергісі және кабельдің 100 километр ұзындықтағы күтілетін бүліну санын көрсетіледі. Дәрісімізді аяқтай келе бақылау сұрақтары. Бірінші, оптикалық трактыны өзара кедергілерден қорғау тәсілін көрсету. Екінші, оптикалық кабельдердің көлденең қимасы жарық таратқыш энергиясы арқылы жарық сигналдарын таратуын анықтау. Үшінші, бөгеулерден қорғау түрлері, экрандалған қорғау қабаты, фторпласт, полиэтилен және тағы басқа синтетикалық материалдан ішкі ықпалдардан оптикалық беру параметрінің температурасын жақсарту үшін керек қорғау түрлерін атау және көрсету. Назарларыңызға рахмет.